是爸爸想陪着你一起长大。Келіңдер, үшеуіңді қайтадан кездестіргеніме шынында қатты қуанып тұрмын. Сендер оқып жүрген кездегіден өзгермеген екенсіңдер. Сен де сол баяғы сұлу қалпыңдасың. Ертең Европаға қайтып кетем, бұл дастарханды сендер үшін жайдым. Бұлай болмайды. Үш азамат тұрғанда саған шотты жабу мүмкіндігі тие қоймас. Мен төлеймін. Сенде арумен бірге тамақтану біз үшін мақтаныш емес пе? Менен болсын. Сендер менімен таласпаңдар. Ол сонша алыстан бізді көруге келгеннің өзі бізді марқайтып тастамады ма? Бұл дастарханды өзім көтеремін. Әке деген бөлек болады екен, нағыз азамат. Келіңдер, сол үшін көтерейік. Келіңдер. Онда мен жүре берейін. Жақсы. Шығарып салмайық. Келесі жолы келгенде тағы да сендерді іздейтін болам. Сау болыңдар. Бүгін бәріміз ақша төлеуге белсеніп тұр екенбіз, онда мен сендермен таласпай қояйын. Кешегі шотты мен жапқан сияқты едім, бүгін Дананың кезегі болар. Тыныш. Өй. 5-ші машина тағысынып қалды ма? Сен мына қоңырауыңның дауысын өзгертесің бе, жоқ па? Есепті жабуған емес пе? Бұлай істеуге тұра ма? Менің мінезім некелі өмірге үйлеспейді. Бұл мінезіңді өзгерді. Жолдастық тұрғыдан айтар болсам, Уаң Шаншан тамаша қыз. Кемшілігі жоқ. Жіберіп алма. Жарай ма? Болды үндеме. Біраз тыныштық берші. Тыныштал. Ей, әдепті бола қалыпсың ғой. Сен Уаң Шаншанның бетін қайтардың. Енді мен қайтем. Мен талай жарыстарымда оның көмегіне жүгінетін болсам. Ақыры шыныңды айттың. Саған айтайын. Мына пәтердің дыбыстауы нашар. Ақырын сөйле. Рас па? Уаң Шаншан қандай тамаша қыз. Суйжың, неге бұлай істеп жүрсің? Бұл шектен шыққандық. Саған ескертіп қойын. Сен одан міндетті түрде кешірім сұра. Рөлден шықшы болды. Сен бұлай айтқан сайын оның жынына тиесің. Бұл іске енді араласа алмайтын болдым. Ұйқым келді. Ұйықтауға кеттім. Сен осында жақсылап ой елегінен өткіз. Онда қашан уақыты келеді? Мен күтем. Айтады ғой, махаббат деген уақыты мен орнына сәйкес келген кезде кезіктірген адамың деп. Меніңше біздің уақытымыз дұрыс келмейді. Дұрыс келмейді. Түсінесің бе? 寂寞占领的房间，一个人让冷清清淡淡。在某年某天伸手之前，我说的我不会有遗憾，分开只是理所当然。我说的我不会
керегі бұлар емес. Маған сенің махаббатың керек. 分开只是理所当然。我说的，我何必有遗憾？反正彼此的迁就都很为难。两个人相爱看似简单，所谓的幸福要传奇。 мен бұны саған қаратып айтып тұрғаным жоқ. Мен өзім сезім мен некеге сенбеймін. Уаң Шаншанның көлігі не деген кірлік беткен? Жумағанына біраз күн болған сияқты. Болды, түсіндім. Махаббат отына күйген бойжеткен кір мен тазалықты ажырату қабілетінен айырылған ғой. Әсіресе мынандай сыртқы заттарды. Ол жағынан бері жұмысқа барарда, қайтарда менің көлігіме отырады. Солай емес пе? Қандай жақсы, жұмысқа бірге барып, бірге қайтасыңдар, өкінішті. Суй, қазір екеуміз де махаббаттың тығырығына тіреліп тұрмыз. Міндетті түрде бір-бірімізді қолдап, өзара көмектесуіміз керек. Осылай болғанда ғана тығырықтан тез шыға аламыз. Нәтижеге жетеміз. Әйелің сені қуып шықса да көңіл күйің жаман емес сияқты. Саған мойындадым. Әйелі қуып шықты дегені не? Мен олай ойламайын. Бұл деген некенің уақытша жұмысын тоқтата тұрып, қызметін ретке келтіру. Бұл жолға ретке салу келергі күндердің нұрлы болуы үшін білдің бе? Дұрыс, ретке келтіру санның шектен тыс артуы жеке кәсіпкерлік көліктен айырылып қалуға кеп соқпай ма? Жеке кәсіпкерлік құжатты алып қойса, жаңасын жасытпайын ба, ағасы? Мынау Уаң Шаншан деген жақсы бойжеткен. О, не деген ойнақы, жаңа өндерді тыңдайсың ба? Тяньчин серіктігінің жағдайы міне осылай. Олардың қаржылық қауіптілігін анықтауды тексеру аяқталып бекітілді. Қатысты құжаттар жасалып болды. Бастық, мынау құжаттарды көріп шығыңыз. Тяньчиннің жобасын нақты қолға алуға болады. Бұған өзің жауап. Жарайды. Жунфың туралы тоқталайық. Жунфың орталықтың қаржылық қоры мол. Айырбастауға шыққанына көп болмады, сондықтан біршама батыл қадам жасап отыр. Олар біздің GLB бәңкімізбен келісімшарт жасауды талап етіп отыр. Бірақ олар тағы бір Хуаңжун деген бәңкімен де байланыс орнатыпты. Бізбен келісім жасауға ниет білдірген болса, неге тағы таңдау керек екен? Мұндай серіктіктердің әуресі көп болады. Белгілі бір жағынан қарағанда бұл да келісудің бір тәсілі. Бұның келісу тәсілі болатын болмайтында жұмысымыз жоқ. Және елдің қандай қыр көрсеткенін зерттеудің қажеті жоқ. Меніңше Жунфыңның таңдау жасау құқығы бар. Қаржысы да бар. Бізбен сенім түрде сөйлесе алады. Қаржы саласы деген осындай. Біз барлық пікірлерді қоя тұрып осы жобаны орындайтын боламыз. Жеңіске жетудің кепілі өз жұмыстарымыз тиянақты атқаруда. Бірсі күні Жунфың біздің GLB бәңкемізбен Хуйжун банкын қоса кездесуге шақырып отыр. Жарайды. Сендер материалдарды дұрыстап дайындаңдар. Мен астыртын тексеру жүргізіп едім. Жунфыңның директоры әйелдермен жұмыс жасағанды ұнататын сияқты. Бізде бір әдемірек әйел жолдастың біреуін ерте барсақ, қалай болар деп ойлайсыз? Бұлай болғанда, осы жоба үшін өзімді құрбан етуіме тура келетін сияқты. Бұған қалай қарайсыздар? Қалай қарайсыздар? Меніңше бұны Шаншан өз мойнына алса нұр үстіне нұр болар еді. Өзіне сүйенеміз. Шаншан мүмкіндікті жіберіп алмай осы жұмысты міндетті түрде алып қалуға тырыс. Сендер шынымен капитал құюға дайын тұрады екенсіңдер. Егер қарсы жағымыз астрономияның әуес қойы болса, онда оған бірнеше жұлдызды үзіп алып берер ме едіңіздер? Бәңкеміз көш басындағы кәсіпорын. Бізде кәсіби ұстаным мен шектемелер бар. Қазір болсын, болашақта болсын, xaridarымыздың дәрежесін қандай болатынына қарамастан, әрқашан тәртіп түзім бойынша іс атқаруымыз керек. Егер Жунфың серіктестігінің қожайыны әйел қызметкерлермен немесе әдемі қыздармен жұмыс жасағанды жақсы көретін болса, онда ол модельдік серіктікке барсын. Біз әйел қызметкерлерді ертіп бармаймыз. Біздің ұстанымымыз осы, тараңдар.
Шән, неге көңілсізсің? Бірдеңе болды ма? Әй, мұна Жұңфың ісі мені қатты қинап жүр. Бастыққа не болған? Бұл істі неге сонша қазбалап кетті? Соны түсінбеймін. Бәлкім жақынан бері бас қатыратын істері көп болып кеткен шығар. Сен ыңғайлы уақытын тауып сөйлесіп көрсеңші. Мен бұл жобаны қолға алғаныма бірнеше ай болды. Егер осылай аяқталатын болса, онда маған обал емес пе? Менің осы маусымдағы нәтижелерім жоқ болды деген сөз. Шешілмейтін түйін болмайды. Міндетті түрде бір амалы табылады. Жарайды. Әй, Шәуи, Тянчыңның тексеру хаттамасын бастыққа апарып қол қойдырып берші. Жақсы. Әй, бұл жобаға сен жауапты емессің бе? Шәуи? Иә, Шәуи, Иә. қағаз басқыш тағы істемей қалды, келіп қараш. Бастыққа қол қойдыра салсаң бітті емес пе? Мен барып қарайын. Кір. Тянчың серіктігін тексеру хаттамасы, қол қою керек. Бәрін тексердің бе? Шан. Мені жұбататын сөздерді айтушы болма. Не болмаса кешірім сұраудың керегі жоқ. Бұлар ескірген. Не болмаса ғашықтар болмасақ та достар болып қалайық демейік қой. Мен бұны орындай алмаймын деп қорқам. Бірақ алаңсыз бол. Мен жеке басындағы көңіл күйді жұмыс қалып келмеймін. Бұл менің шыным. Ескірген бе? Қанша ескірсе де, бұл шындық. Уай, Хуаң мырза, сәлеметсіз бе? Сүн мырза, сәлеметсіз. Мен сізден бір істі өтініп тұрмын. Сіздің уақытыңыз бола ма? Бетпе-бет отырып әңгімелесек. Хуаң қожайын, бөтен емеспіз. Несі болса да турасын айта беріңіз. Әй, мен Шәубейден маған тұрмысқа шығуын өтініп едім. Бетімді қайтарып тастады. Солай ма? Бұлай болмайды ғой. Әлде тағдыр түйістірмей отыр ма? Солай ма? Сүн мырза, маған көмектесіңіз. Шәубей сіздің сөзіңізді тыңдайтын сияқты. Оңайды емес, Хуаң қожайын. Бұл істе сізге қалай көмектесем? Сезім дегенде қатты қысуға келмейді ғой. Сіз өзіңіз бір амалын қарастырсаңызшы. Ол мағынада айтып тұрған жоқпын. Тек одан не ойлаған бар екенін біліп берсең жарар еді, әйтпесе ол менің бетімді қайтарып жатыр. Не істеймін? Қандай ақыл қосасыз? Онда менің тыңшы болғаным ба? Хуаң ағай, бұлай болмайды. Сізге көмектескім келмеген емес. Көмектесуге уақытым жоқ. Ай соңында болып қалды, жұмыс шаш етектен. Неше оңдаған жәшік қызыл арақты сатуым керек. Егер міндетімді орындай алмасам, аштан қалам ғой. Сүн мырза, сізді адамгершілікті ту етіп көтеретін адамзат деп білем. Қайдағы тыңшын айтып тұрсыз, жеңге тай болыңыз деп тұр. Бұлай болсын, егер менің осы ісіме көмегіңіз тиетін болса, мейрамханамыз сізден қызыл арақты көптеп алуға келісім береді. Бұл сізге көрсеткен азғана алғысымыз болсын. Меніңше бұл да болатын сияқты. Жарайды, Хуаң қожайын. Мен Шәубейді алып, сіз үшін не ойлағаны бар екен байқап көруге тырысайын. Бұған қалай қарайсыз? Сүн мырза, екеуара кәсібіміз осымен тоқтап қалмайды. Түсіндім. Онда жақсы. Осылай болсын. Сау болыңыз. Сөздің турасын айтайық. Бүгінгі жиналыста көпшілікке серіктігіміздің Хауи орталығының иелігіне өткенін ресми түрде жария етем. Көп жылдан бері серіктігіміз үшін істеген қызметтеріңіз бен төккен терлеріңіз үшін алғысымды айтам. Иелікке өту аяқталды дегендік емес,
қайта шыт жаңа бастама деуге болады. Хаю Груп мемлекет ішінде өте беделге ие болған үлкен кәсіпорын. Сондықтан Аға, мен жақында ғана үй алдым. Енді мына несиені. ол бізді тіпті үлкен нарыққа бастайды. Яң директор, сіз кеудеңізді ұрып тұрып маған қызметімді өрлетем деп уәде бергеніңіз қайда? Әріңдегенде қолға түсірген Маутайдың бәрін сізге ұсындым. Көптен бері қаншама жақсырақ темекілерді бердім. Енді мұныңыз не? Данан, олардың бөлген жеріне барасың ба, әлде жұмыстан босату қаражатын аласың ба? Айтсаңшы, серіктік сатылып кетті. Менің қызметте өсуіме қалай кепілдік етесіңдер? Адамды сонша қинағандарын қайткендерің, сататындарың бар. Ертерек неге айтпайсыңдар? Кеше ғана. Бұл не өзі? Бас жүлдеге тігілген телефон ешкімге бұйырмай тұр. Ей! Не деген жүзің таныс қайдан көрдім десеңші? Қойшы, мынау... Ей, сен күні бойы жұмыста бас көтермейсің. Қайда жүргеніңді де біле алмайтын болдық, сыртта кәсібіңді дүркіретіп жүрсің бе? Не істеп жүргеніңді айтпайсың ба? Не болушы еді? Вино сатумен жүрген. Ей, бұныңа кім сенет дейсің? Жаңаға. Жігітім? Жаңаға. Сізде бір жұмысым бар еді. Бұдан былай кешігу жұмысты себепсіз қыдыру сонша оңай бола қоймайтын болды. Не болды? Серіктігіміз тәртібін қатайтып жатыр. Қатаң басқару, карточкалы түзім орнатпақшы. Карточка? Абай болыңыз, жаңаға. Абай. Ей, әлгі, мұнасы несі? Нені тойлап жатырсыңдар, а? Директордың жұмыстан кеткен тойлап, қоштасу қонағасын беріп жатырсыңдар ма? Бірақ шынымды айтсам, жоу директоры кететін болса, мен де істемеймін. Қазір жоу директор сияқты адамгершілікті, қабілетті адам кететін болса, біз тағы нені күтеміз? Бірақ тағы бір жағынан серіктік басшылығы ол кісіні тіпті де жоғарғы жұмысқа тағайындаған шығар. Дұрыс, міне, бұл дегенің үздік мамандарды тарту деген саясатқа сәйкес келеді. Айтыңдаршы, қане, айтқаным дұрыс па? Айтыңдаршы, солай емес пе? Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Өте орынды. Орынды. Рахмет. Жоу директор, сәлеметсіз бе? Біз сіз туралы айтып жатқан едік. Сынчаң, болды бәрі түсінікті. Не болды? Жаңғаны естуімше кейбір жолдастар біздің бүгінгі шарадан хабары жоқ сияқты. Бұл... Саған айтайын. Бүгін серіктігіміз құрылғандығының 6 жылдығы. Көпшіліктің осы жылдардағы еңбегін ескере отырып, осы лотерея ойынын ұйымдастырып отырмыз. Жоу директор, сіз менің бастығымсыз. Баяндаманы мен сізге жасауым керек еді. Олай деме, сен менің нағыз басшымсың, әдетте көлеңкеңді көрсетпейсің. Серіктікте жақсы істер бола қалғанда дереу пайда бола қаласың. Сіздің бұныңыз жұмыс тексеру болып санала ма? Жоу директор, жақыннан бері өзіміздің 1899-да көбірек сату үшін дала кезіп шаршап біттім. Жоқ. Лотерея ойнатып жатыр, көрдің бе? Бар, бағыңды сынап көр. Сосын менің бөлмеме келіп кет. Жарай ма? Жарайды. Не шықты? Ой, лотерея сурарда қатты қуанып, ашып қалғанда су сепкенде басылды ғой. Әлі телефон ба? Мен бір қарабақ телефон дегенің бізді алдау сұратқан сияқты болды. Маған да солай сияқты. Қазірге дейін жөн дұрыс нәрсе көрмедік. Дұрыс айтасың. Сунчаң, сен де келіп сынап көрсеңші. Жаңағаңның алдына апаршы. Жаңаға, қане тартып Егер көр. төсек орын жапқыштарын алып қалсаң, сені мен ауыстырар едім. Жоу директор мені қандай жұмыспен іздеуі мүмкін? Не себепті іздейді? Алдымен мынаны сынап көрші. Жаңадан бері ойлап отырмын, жақыннан бері ештеңе істемеген сияқты едім. Жоқ, сөзсіз бір шикілік бар. Охо, телефон. Жаңағаға үлкен сыйлық шықты. Телефон. Пайда болды. Я, мен айттым ғой, телефон бар деп қара. Қане. Менікі. Фотоға түсірейік. Менің салым бар екен ғой. Көпшілікке бір-екі ауыз сөз сөйлеп қой жаңаға. Қане. Әлгі ең алдымен көпшілікке рахмет айтам. Я, барлықтарыңа рахмет. Ал, қане, ал. Ең алдымен... Тұра тұр, қос қолдап ұста. Ең алдымен көпшіліктің маған деген ыстық ықыласына рахмет. Маған ең қымбат сыйлықты қалдырыпты. Оған дейін осындай тамаша іс шараны ұйымдастырып отырған жоу директорға... Дұрыс. Солай емес? Дұрыс. Жоу директордың жалғасты құлшынуын тілеймін. Соңында жан-жарыма, балама рахметімді айтамын. Болды. Олар болса, мен қайдан осындай жақсы. Рәсім деп қалдың ба? Сен өзің емес пе сөйле деген?
Олай емес жаңаға. Біздің айтпақшы болғанымыз, әр күн сайын не кешігесіз, болмаса жұмыс қалтырасыз. Біз болсақ сізге көмектесіп жұмысыңызды тындырып қоямыз. Енді бұған неге алғыс айтпайсыз? Дұрыс, рахмет көпшілікке. Рахмет, шынайы болу үшін мына телефонды қайтадан орнына қойып, қайтадан бағымызды сынап көрейік. Көпшілік қалай дедім? Дұрыс. Дұрыс. Кетші, қайта бастау дегенің не? Бұл деген тәли. Рас, жол директі мен шақырды. Ей, лотерея қорапшасы. Көптеген жолдастар сенің үстіңнен пікір айта бастады. Сынчаң, мен де көп сөйлегім келмейді. Бұдан кейін санаңмен санас. Сіз мені күні бойы өз көлігіммен, өз қалтамнан бензин төлеп, алашақпын болуды қалай дейсіз бе? Мен де осы серіктік арқылы жанымды асырап жүрмін. Осы серіктік үшін бірнеше шөлмек қызыл арақ болса да сатайын дегендік емес пе? Жоқ, қоясың ғой деймін. Әр жолы айтатын сылтауың дайын тұрады екен. Мен Фыңжыңжиң біздің серіктіктің байланысы бар екен білем. Бірақ сенде басшылықтың ауысқан білуің керек. Жаңа бастық бірнеше істі қолға алмақшы. Бұның біріншісі кадрлардың қызметке келіп кетуі болмақ. Келесі аптадан бастап карточкалы түзім жолға қойылмақшы. Енді өзің шеш. Жарайды, жол директор алаңдамаңыз. Мен көпшілікті артқа сүйрейтін істі істемеймін. Тас түссе, тәлейден деген осы. Жаңаға? Меніңше әрқандай косметика саған артық. Бұл шындық. Сіз де айтады екенсіз. Аға, сізді телефон ұтып алды деп естідім. Салымды екенсіз. Өте керемет. Қазір жастар тәлейді адамгершілік деп қарайды. Мен бұған келсем, менің адамгершілігім жоғары. Шон, сен не ұттың? Бәлкім, менің адамгершілігім онша емес шығар. Менің ұтып алғаным мынау. О, қоңыраулы сағат. Ал менде кемі осы сағат ет. Екеуміз ауыстырайық. Қанеке, қалай қарайсың? Ауыстырайық. Қалжыңдап тұрған жоқсыз ба? Айтыңызшы. Жаңаған бұдан да артық шынайы болмаған шығар. Ал. Сіздің маған жақсы қарайтыныңызды білем, бірақ маған қабылдау ыңғайсыз. Шуан, сен білесің бе? Маған сенің нең ұнайтынын, азғандай пайдаға көз қаратпайтын асыл қасиетің ұнайды. Серіктігімізде сен сияқты қыздар өте аз. Оның үстіне мен де саған телефон алып берем деп уәде еткенмін. Ал енді. Ал. Ұялма. Ал. Аға, бұлай болмайды ғой. Алшы болды. Ала ғой. Болмайды. Бұл сыйлықты еш себепсіз қалай алам? Қызық. Бұл Әдетте еш қолғабысым тимесе. Сенің қандай қолғабысың керек еді? Сенің көмегің керек бе тіпті? Бұлай болсын. Маған міндетті түрде көмектесем десең, мен келмей қалған кезде менің карточкамды бір өткізе сал. Жарай ма? Солай істе. Өтінем. Солай істе. Жарайды. Сіз маған мұндай жақсылық жасасаңыз, сол емес. Мен неге көмектеспейін? Онда жаңаға өзіңізге рахмет. Әй, Шуан, бұл екеуміздің арамыздағы кішкене құпиялық болсын. Сау бол. Жақсы. Сау бол. Сау болыңыз. Аға, рахмет. Естідіңдер ме? Шауфың мен Дачин кететін болыпты. Не деген тез? Ерте қам жасағаны көрініп тұр. Жалақылар қандай екен? Шауфың жалғасты осы салада қалады. Қазір электр жабдықтармен айналысу жақсы болмай тұр. Жұмыс болса жетіп жатыр. Жалақы туралы ойланып қайтет. Оның айтуынша біздегідей жоғары емес сияқты. Онда несіне кетпекші? Ой, сендер де ойламайды екенсіңдер. Хау유 деген үлкен серіктестік. Электр жабдықтары өндірісі олар үшін кіші сала. Біз өзімше электр жабдықтары инженер дейміз, ал олар үшін ол тек техник қана, жұмысшы. Жалақысы қанша жоғары болады дейсің? Бұл уақыт біздің жоғары оқу орнын бітірген кезімізбен ұқсамайды ғой. Солай ма? Маймыл сияқты қу Дачин қалай екен? Дачин мықты ой, оның байланысы мықты. Нарыққа шықпақшы деп естідім. Жинағанда аз емес. Солай естідің бе? Одан да естімегенің жақсы еді. Қызғанып қалады екенсің. Енді не істеу керек? Орналастыруды күтеміз бе? Айтсаңдаршы, енді не істейміз? Біз онсыз да төменгі сатыда едік.
Енді орналастыруды күтсек, тіптен төмендеп кетеріміз даусыз. Алай тартсаң өгіз өледі, былай тартсаң арбасынады. Данан, сенше не істеуіміз керек? Меніңше өзгеріске үнсіз шыдау керек. Қалу керек пе? Оны білмедім. Ауырдың үстімен, жеңілдің астымен дегендей. Қандай жеңіл? Қандай жеңіл? Жалпы жағдайға дұрыстап талдау жасау керек. Жалпы жағдай деген не өзі? Мен алдымен өз жалпы жағдайымды біліп алайын. Лауяң. Мұна мен сияқтыларды қалай орналастырмақшы? Саған шындықты айтайын. Сендерді қоя тұршы, мен тіпті өзімнің қалай орналасатынымды білмеймін. Кемінде бір бағыт-бағдар болса, менде де ішкі есеп болар еді. Өзің білесің, біздің бұл дәстүрлі өндірістік саламыз. Лауяң, өткен сөтті. Қазір сенен тек шындықты білгім келеді. Шындық не өзі? Соны айтшы. Мен саған бар шындықты айтайын. Хауюй жарна базарына шығу алдында білесің бе? Жоқ, бұның бізбен не қатынасы бар? Хауюйдің бәсекелестері қай жақтардан болса да одан артыла алмайды. Бірақ оның ұласпалы өндірісі кемелді. Ал Хауюй көп жылдан бері тек қана ғылым техникалық зерттеп ашуына барынша көңіл бөлді. Электр жабдықтары өндірісі қосымша болып келді. Сондықтан осы жол біріктіру стратегиялық мән алады. Бұлай болғанда олар жарна базарына шықса, біз керексіз болып қаламыз ба сонда? Бұлай деуге болмайды. Бірақ ондай болу мүмкіндігі де күшті. Сату біріктіру аяқталысымен олар міндетті түрде стратегиялық қайта құру жүргізеді. Сол кезде біздің адамдарымыз жан-жаққа кетуі мүмкін. Керектісі өз орындарына жіберіліп, керексіз дегендердің барлығы қысқартылады. Әрине, бұл менің жеке болжамым. Іс аяғына бармайынша ешкім ештеңе айта алмайды, Данан. Бірақ Хауи сонша бай қуатты тұрады ғой. Біздің жалақымыз жағында біраз жақсылықтар болуы мүмкін бе? Соны түсіне алмай тұрғаным. Ақша оларда болғанмен басқаның қалтасында ғой. Біздің серіктікті сатып алған қаржысы ойдағыдай емес. Сондықтан соңғы нәтижеден көп үміт күтіп кетпейік. Соны біл. Саған айтарым осы, Данан. Данан, сендердің серіктікті сатылып кетті деп естідім. Сенде бәрі жақсы шығар. Бәрі жақсы ма? Еркектің қорқынышы дұрыс кәсіп таңдамау. Біздің несие алу ісіміз... Несиені қоя тұрыңызшы. Біздің серіктік сатылып кеткелі тұрса, сіздің серіктігіңізге жұмыс қала ма? Сендерде жұмыс қалмаса, несие алу деңгейіне қалай жетесіз? Бұны енді қайталай берудің қажеті қалмады. Алайда, суйбастық сендердің серіктестеріңіздің жабылып қалғаны білмейтін шығар. Суйбастықтың бірнеше күн бұрын маған берген ақпарына қарағанда, несие алу ісіміз осы 1-2 күнде бітіп қалатын сияқты. Тек сен суйбастыққа серіктіктің жабылып қалғанын айтпасаң болды. Суйбастықтың бәңке ақшаны аударысымен саған сыйақы берем. Ұқтың ба? Я. Жоқ, саған үстіне 100 000 юан қосып берем. Саған берген үстеме ақы болсын. Сенше қалай? Әй, бұл істе сенің еңбегің көп. Бірақ бәңке бұл несиені бере алмаса, мен де саған ақша беруге амалсызбын. Бұл кәсіби қағида. Бұны бәріміз білеміз. Солай емес бе? Шай іш. Қане, алып отыр. Шай іш. Ей, Шан-Шан, әжежің, онда сен жүре бер, мынаны алып баршы. Жақсы. Кездеспегелі көп болды. Иә, қалың қалай? Қалым жақсы.
өңің онша емес қой. Жақынан бері шаршап жүрмін, демалмағаннан шығар. Қанша жұмыс басты болсаң да демалуды ұмытпауың керек, әйтпесе ажарың әсер етеді. Ажарлы болудың керегіне қарайтын адам болмаса. Қарайтын адам болмаған нес? Сен әлі жассың, тұрмысқа шығып бала туу. Мына біздің жасқа келгенде бұлай ойламайтын боласың. Сенің осы жасың әйелдің ең жақсы кезі шығар деп ойлаймын. Орнықты отбасы, өзіңді сүйетін күйеуің және сүйкімді ұлың бар. Бұның бәрі сыртқы бейнесі ғана. Жақынан бері Цюйжің екеуіңде не жаңалық? Ол менен бас тартты. Бас тартты дегенің қалай? Ол сенің соңыңнан жүр емес пе? Оның соңынан қалмай жүрген мына менмін. Дұрыс емес. Сунчаңның айтуынша Цюйжің мұрнынан сенің соңынан жүр емес пе? Оның бәрі қате түсінік қой. Ол екеуі бірігіп мені алдап соққан екен ғой. Бүгін кеште Сунчаңға жақсылап дәріс оқымасам болмайтын сияқты. Жеңжең, мен саған қызығам. Әдетте көп ұрысқандай болғандарыңмен тығылыспақ ойнағанды жақсы көресіңдер. Екеуіңнің махаббаттарың терең. Басқалардың махаббаты, бақыттың термені сияқты болса, біздікі дөңгелек арба сияқты. Үнемі қауіпті айналмада жүреді, қиындығы көп. Бұның несі қызғарлық. Термен болса да, дөңгелек арба боламы бәрібір. Менде тіпті ойын алаңына кіруге билет те жоқ. Онда сен соңынан қалма. Әйел көңілін алдымен білдірсе, оның сені айып, ол не деген өз бақытыңа талпыну емес пе? Шәншән, батыл бол, мен сені қолдаймын. Бірақ махаббат деген талпынғанмен қолға келе беретін дүние емес екен. Егер ол сүймесе, сен мейлі не істе, ол бәрібір сүймейді екен. Адамды дәрменсіз күйге түсіреді екен. Сен қазір сонда сезімге нүкте қоюға дайындалып жүрсің бе? Біз ешқашан жүрген емеспіз. Аяқталатын ештеңе жоқ. Меніңше, ол екеуміздің байланысымыз қызметтік қатынастан аса алмайды. Тағы бір құйш. Данан, осы 2.300.000 қайтарымды алмайтын болдың ба? Жоқ, бір-екі күннің алдында жұмыс сәтімен бітіп жатыр дегенің қайда? Мен соны түсінбей тұрмын. Бірнеше күннің алдында сәтімен болатын. Кім білген, қазір 200.000-ды айтпағанда 2-3 миллион, 20-30 миллион болса да мен алмайым. Мен ақша үшін жолдасымды сатпайым. Менің арым жібермейді. Тағы не жағдай, айтшы. Біз кеше ғана естідік, серіктігіміз сатылып кетті. Сатылу дегенің құлаққа жағымды естілу үшін айтылған. Нағын айтқанда күйрегендіктен басқаларға сатып жіберген. Бітті. Солай ма? Бітті. Біздің серіктігіміз күйресе, Юан директордың серіктігі де қоса күйрейді. Ол біздің серіктікке сүйеніп келген. Олардың серіктігі күйреген болса, Цюй оларға несие берсе, оны қайтару мүмкін емес. Бір тиынында қайтара алмайды. Оның үстіне Цюй жауапкершілік арқылайды. Бұлай де, онда бұл істі жалғастыруға болмайды. Цюй келген соң бәрін жайып сал. Келді. Додо, жұмыстан келдік. Додо. Кіндікке жапсыратын дәрі, кіндікке жапсырғыш. Юан директорының несиесінен бір-екі күнде бір хабар болады. Ештеңе етпейді. Бар айт. Бол. Қазір келем. Маған құйып жіберші. Не болды?
Сөй, саған бір істі айтуым керек. Бастық. Хандун, Юан директорының серіктестігіне тиесілі несиені қайтарып ал. Олардың серіктестігінде біраз мәселе бар екен. Ақпараттың бәрін материалда көрсетілген. Жарайды, кірсем. Хуаңдуң несиені неге қайтарып алып жатыр? Бір мәселенің байқалған даусыз, дереу тексерек. Сәлеметсіз бе, мынау сізге поштамен келген зат. Ақшаны затталғанда төлейді. 400 юань төлей салыңыз. Бұл жол сен қателестің. Мырза, бұл мүмкін емес. Мен мұнда алғаш рет келіп тұрған жоқпын. Бұл жол алмаймыз. Мырза, мен бүгін керек емес. Кім? Қожалық. Қожалық неге келіпті? Есікті көруге. Аға, қолыңызды қойыңыз. Неге қол қоям? Бұл сіздің поштаңыз. Бұл жол қабылдамайын. Мырза, алған затыңызды еш себепсіз қабылдамауға болмайды. Онда қайтарам. Мырза, кешіріңіз. Бізде қайтаруға келісім жоқ. Қолыңызды қойып, ақысын төлеңіз. Өтінем сізден. Неге ақысын төлейді кім? Ақша жоқ. Болмайды. Ақша жоқ. Дана, не болды? Ештеңе емес. Неге айғайлайсың? Бала ұйықтап жатыр ғой. Бергел. Өзім де сені іздеп тұрғам. Сонша не еді? Бөлектеніп айтатын? Айт енді. Айтсаңшы. Күн сайын зат әкеледі. Сен әр күн сайын ақшан шашасың. Ақша көктен жауып жатыр ма? Сен жындандың ба? Бірдеңе сатып алсам болмай ма? Мен сыртта жапалы жұмыс дейді екем, ал сен болсаң тордан түспейсің. Мені біраз түсінсең болмай ма өзі? Мен зат сатып алсам сені түсінбеген болам ба? Сен менен не сатып алдың деп сұрадың ба? Неге маған дауыс көтересің? Оның бәрі балаға керекті заттар. Мен қаншама магазиннен іздеп барып алам. Бұл ақша үнемдеуіме немене? Айтшы ғане. Ақша үнемдеу? Арзан болу үшін ғой. Ақша үнемдеймін десең, ақшаны шаша берме. Ақшаны жина. Сенің мынауың неше? 400. Жақсы, рахмет. Рахмет. Сенікі неше ақша? 220. Үй болу үшін 2 адам сәйкес болу керек. Мен жанымды салып табам, ал сен шашуға дайын тұрасың. Мен сенің неңді шашыппын, Мен жапаға шыдап 9 ай 10 күн көтеріп жүрсем де езуімнен күлкі кетпейді. Оның үстіне лылы тағы бар. Маған оңай, мен шаршамайым ба? Мені басынуды ғана білесің. Кім сені басыныпты? Сен. Басқалар мені басынып кетті. Сен осындай мықты тұрсаң, кім сені басынып? Мекеме. Мен жұмыссызбын. Бітті. Әй! Сыйлық дайын. Бұл менің сыйлығым. Бұл менің сыйлығым. Шәншән, сен қандай сыйлық дайындадың? Мен әлі дайын емеспін.
Сағат 7 болды, қайтпайсыңдар ма? Онда мен кеттім.说了太久，抱怨着人生的一无所有，总觉得自己能承受，却一次又一次的让理由牵着我们走。曾经那份快乐，悄悄地被香烟的味道带走，忘了放过几次手，也忘记回了几次头。握着手中的尊严，却早知已将幸福送走。直到春烟已老旧，或许才明白，你我并未看透，像是条河流，勇往直前却看不到尽头。该走的都走了，该留的却一个没留下。等候，我无意跟着你走，换来的却是多余的忧愁。或许是人生过了头，才明白爱情不过是两个人的所求。像是条河流，勇往直前却看不到尽头。该走的都走了，该留的却只留下一句问候。我无力再陪你走，你幸福是我最后的奢求。或许来生只是点点头，也或许在人潮之后，看见我为你停